Француз архитекторы Поль Гурдені Алматы қаласының тарихи орталығымен не байланыстырады? Неліктен Жаркенттегі мешіт Қытай сәулетшісі Хон Пекеннің біздің күнге дейін сақталған жалғыз туындысы? Уәлихановтардың Сырымбет үй-жайы қайда орналасқан? Ұмыт болған есімдер мен белгісіз деректер. Қазіргі тарих пен ұлттың бет бейнесі. Осының барлығы сәулет өнері бағдарламасында. Қазақстан темір жолдарының салыну тарихы. 20 ғасырдың ең әдемі вокзалы. Станция сәулетіндегі кеңестік салтанаттылық. Нұрлы жол заманауи технологиялардың жеңісі. Барлық кезде де адамдар темір жолдарды, еліміздің ең даласын кесіп жатқан болат рельстерді өмір күре тамыры деп атаған. Олардың бойымен зырғитын пойыздар тағдырларды түйістіріп қана қоймай, Қазақстанның шалғайдағы аудандарына көмір мен кен, мұнай, ағаш, мата, азық-түлік пен күнделікті өмірге қажетті заттарды жеткізген. Көптеген адамдар үшін пойыз дөңгелегінің дүрсілі мен ескі вокзалдар романтикалық көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Сәулет ғылымдарының кандидаты Гүлнар Кәрімова да осындай сиқырға бой алдырды. 10 жылдан астам уақыттан бері ол Қазақстанның шойын жолдарының даму аспектілерін терең зерттеуде. Мұнда алғашқы жолдар 19 ғасырда 100 жылдықтың аяғында пайда болды. Ең бірінші болып Оралдағы жол салынды. Қалада 1891 жылы бой көтерген ескі вокзал болатын. Қазір ол жоқ, қирап бітті. Содан соң Петропавл-Омбы темір жолы бар болатын, алайда олар тым қысқа еді. Сол кездегі ресейлік темір жолдардан тарайтын тармақтар ғой. Қазақстанның төл шойын жолдары 1904 жылы салынды. Сол кезде ұзындығы 1668 шақырым болатын Орынбор-Ташкент магистралінің құрылысы басталды. Теміржол желісінің бойымен біртіндеп Ақтөбе, Орал, Түркістан, Қызылорда сияқты қалалар мен өнеркәсіптік орталықтар бой көтерді. 1918 жылға қарай Қазақстан аумағындағы темір жолдардың жалпы ұзындығы 2575 шақырымға жетті. Алайда бұл да осынау үлкен аймақ үшін аздық етті. 1927-1930 жылдар аралығында салынған Қазақстан мен Сібірді жалғап, аймақтың экономикалық дамуына серпін берген Түркістан-Сібір магистралі салынды. Осы үрдіспен қатар Қазақстанда станция құрылысы қарқынды дами бастады. Там включали они что? Станцияларда не болды? Ең бірінші кезекте вокзал, қоймалар, қызметтік нысандар, депо, шеберханалар, су және мұнай айдаушы мұнаралар бар еді. Қажетті инфрақұрылымның бәрі жол бойымен тартылып салынды. Және міндетті түрде станцияда қызмет ететін адамдар үшін тұрған үйлер салынып, ауылдар пайда болды. Там был обслуживающий как бы люди, да? Значит, поселок был. Строили жилые дома. Адамдар темір жолдар сауданың дамуына оң әсер ететінін тез түсінді. Яғни темір жолдың маңына қоныстану экономикалық тұрғыдан тиімді болды. Түркістан қаласындағы вокзал және оның жанындағы үйлер осыған дәлел. Кезінде олардың ескі қаламен ара қашықтығы 12 шақырымды құрайтын. Темір жол салынған соң оның маңындағы жерлер лезде сатылып, онда тұрғын үйлер бой көтерді. Біздің вокзал қасиетті Түркістан қаласының қақпасы іспеттес. Мұнда тек Қазақстаннан ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған саяхатшы келеді. 1903-1906 жылдар аралығында салынған Түркістан қаласының темір жол кешені көлемі ұлғайтылған. 3-ші санаттағы вокзал ғимараттың ортасында күту вестибюлі мен оның екі жағында бірдей 2 төрт бұрышты бөлме орналасты.
Оның бірі бірінші және екінші класс жолаушыларына арналса, екіншісі үшінші класс жолаушылары үшін болды. Соответственно, если первый и второй класс пассажиры, значит, у них там в их... Сәйкесінше, бірінші және екінші класс жолаушылары түсетін залда кішігірім дәмхана, дәретханасы болған. Айта кетейік, Түркістандағы дәмхана керемет болатын, онда модерн стилінде жасалған бағана бар еді. Міне қараңыз, мынау модерн стилі. Көріп тұрғандарыңыздай, ғимарат есігінің тұтқасы қоладан піл пішіндес етіп жасалған. Смотрите, в стиле модерн, какие были ручки там. Вот бронзовые ручки в виде слоника. Вот на дверях, вот в самом здании. Вокзал ғимаратының бастапқы ішкі және сыртқы зері біздің кезге дейін жетпеген. Кейбірі жоғалса, басқалары бұзылмаған күйі жергілікті мұражайлардың қоймаларында сақтаулы. Алайда кіреберіс есікте қабыланның басы сияқты етіп жасалған ерекше тұтқалар әлі де бар. Вестибюльді жарыққа бөлеп тұрған қола шамда сақталған. Оның нақышты конструкциясы өсімдік оюы салынған домалақ түйіндіктермен безендірілген. Шырағдандары жапырақ іспеттес етіп жасалған. Ғимараттың іші ғажайып өрнекпен сәнделген. Мұның бәрі 1950 жылы жаңғыртылған болатын. век, начало 20 век строить вот это привокзальное. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында вокзал маңында ғимараттар мен инфрақұрылым салына бастады. Бұл кездері құрылыс мәдениетінің деңгейі көтеріліп келе жатты десе де болады. Мұнда сәл өзгеше сәулет стилі, басқа материалдар, конструкциялар мен шешімдер пайда болды. Бірақ бұл да сәулет өнеріне қосылған үлес. Түстер палитрасын алып қарасақ та бәрі орынды. Бұл жер Түркістан сәулетінде ерекше орын алады. Вокзал алаңы ең әсем де маңызды жер деп айтар едім. Таких участков, в которых можно сказать, вот архитектура привокзальная площадь. Мұнда соңғы рет ірі қалпына келтіру жұмыстары 1 жыл бұрын жасалды. Жергілікті сәулетшілер вокзал алаңы мен жолаушылар платформасын жаңартты. Ғимараттың ішкі кеңістігін одан да әсемдей түскен бір қатар шаралар қолға алынды. Вокзал қазіргіден оның сәулеттік келбеті әлі шаршаған емес. Оның көркемдік, әсемдік, өзінің архитектуралық элементтермен әлі осы уақытқа дейін оның өзінің рухани несін ескерген емес. Ғимараттың сыртқы көрінісі еуропалық классицизм заңдарының талаптарына сәйкес келеді. Сол кезде салынған нысандардан айырмашылығы қасбеттің биіктігінде. Дәл осы ерекшелік вокзалға сән беріп, ірі көлемді етіп көрсетеді. Арка сияқты етіп жасалған иілген торы бар терезе жақтаулары, шатырдан биік қалқандардың күрделі пішіні мен көптеген декоративті бөлшектер оған қайталанбас көркемдік сыйлап тұр. Ғимараттың төбесінде жиі орналастырылған сүмбісімен аспанды жаншыған мұнаралар имек тәрізді, бөлшектермен сәнделген. Алайда канондық сәулетіне қарамастан, Түркістан вокзалының бейнесі ерекше. Мұның себебі оның орналасқан жерінде. Если, скажем, в российской части не было вот таких... Ресейлік өңірде мынандай бастырмалар болған жоқ. Бізде керісінше барлық жерде шатырлар бар. Олардың қанаттары үлкен етіп жасалған. Өйткені мұнда аптап ыстық. Сондықтан орыс инженерлері жергілікті ауа райы ерекшеліктерін есепке алатын. Егер аймақ ыстық болса, шатыр оған төтеп беру үшін көлемді үлкен етіп салынады. Ал терезелер өз кезегінде кішірек болып, қабырғалардың қалыңдығы арта түседі. Стиль дегеніміздің өзі табиғи климаттың әсерінен өзгеріске ұшырайды. Жобасын дайындап келсеңде құрылыс нысанын сала бастағанда кейбір мәселелер пайда болып, оларды шешу үшін толықтырулар енгізесің. Осылайша сәулет өзіндік, жергілікті ерекшелікке ие болады. Архитектура приобретает колорит собственный, местный.
Алматы 2 теміржол вокзалының құрылысы Түркістандық станция салынғаннан кейін 30 жылдан соң 1936 жылы басталды. Ол Харьков көлік жоба институтының сызбасы бойынша салынған үлгілік ғимарат. Сол кездің атақты сәулетшілері Кудрявцев пен Галкин нысанды аймақтың ерекшеліктеріне қарай бейімдеді. Железнодорожный вокзал первоначально был расположен. Теміржол вокзал алғашында Красногвардейский жолының бойында орналасты. Бірақ Тынышпаевтың ұсынысымен вокзал қазіргі тұрған жері Старокладбищенский көшесіне ауыстырылды. На улицу Старокладбищенская. Алматы 2 вокзалының ғимараты классикалық стильде салынған және симметриялық композиция болып табылады. Жоғарғы қабаты биік аттикпен бөлінген. Кіреберіске жартылай дөңгелек шыны витражы бар лоджия ерекше сән беріп тұр. Ғимараттың ауданы бойынша каринфтік бағаналар қойылған. Қапталдарында үлкен терезелері бар жартылай дөңгелекті ризолиттер орналасты. Орталық корпус ернеуінің астында сонау 36 жылы қойылған мүсіндік композициялар тұр. Оларда жұмысшы тобының көрнекті мүшелері кенші, малшы, колхозшы, сарбаз бейнеленген. Авторлардың ойы бойынша әйелдер мен ерлердің мүсіндері кеңестік одақтың ауыл шаруашылығы мен өнер кәсібіндегі жетістіктерінің айнасы болатын. Не бывает же вот в истории, скажем, белого пятна или, скажем, вот это... Тарихта ақтаңдақтар болмайды. Бәріміз пионер, комсомол болдық. Қазір бұл қателік болды деген пікір қалыптасса да, біз тарихтың беттерін алып тастай алмаймыз. Әрбір ескерткіштің тарихта өз орны бар. Біздің де оған деген көзқарасымыз түзу болу керек. Занимает свое место в истории. И мы к нему соответствующее подобающее отношение даже вот у нас. Сәулеттік композицияның бір бөлігі болып табылатын вокзал алаңының да өзінің қызықты тарихы бар. Алғашында бұл жерде Абай ескерткіші қойылған. Кейін 1972 жылы оны гранитпен жасалған 4 метрлік Калинин алмастырды. Ал қазір вокзал алдында Абылайхан монументі орнатылған. Тағы бір қызықты жайтты айтып берейін. Әдетте вокзал алдында дөңгелек алаң салынады. Басты себеп арбалардың бұрылуын оңтайлы ету. Бұрылыс радиусы алаңның көлеміне әсер еткен. 1977 жылы ғимаратқа алғаш рет күрделі қалпына келтіру жұмыстары жасалды. Сол кезде Алматы Гипрогор жобалау институтының мамандары негізгі ғимаратқа сол жақтағы қанатты қосады. Бұл жолаушылар легінің қарқынды өсуіне байланысты жұмыс аумағын кеңейту қажеттігінен туған шешім. Кейіннен салынған бөлік ғимараттың бастапқы үйлесімін бұзса да өте қатты ерекшеленген жоқ. Өйткені ол шығыс блоктың композициялық шешімдерін толығымен қайталады. Бұдан кейінгі жылдары вокзал өзінің сыртқы және ішкі бейнесін бірнеше рет өзгертті. Өзгерістердің бір бөлігі теміржолшылар әулетінен шыққан кезінде алматылық вокзалды басқарған Жасыбай Бөкенбайдың көз алдында өтті. 1993 году здание снаружи и снутри 1993 жылы ғимараттың сырты мен іші мәрмәр тақташалармен қапталды. Бұған дейін жай бояумен сырланғандықтан түрі нашар болатын, қазір өте керемет. Алайда қала тұрғындарының жағымды пікірлеріне қарамастан қалпына келтіру жұмыстары бір қатар зерттеушілер мен сәулетшілердің ойында күдік ұялатты. Ғимарат осыншама ауыр қаптаманы көтере алмай, уақыт өте келе шөгуі мүмкін. Ну понятно, 36 год все-таки это бедно было. Ну, в смысле... Нысан 36 жылы салынғандықтан ол кездері республикада жағдай ауыр болатын. Дәл соғыстың алдында. Сонымен қатар қаланың астана атанғанына да 6-7 жыл болды. Ғимараттар құрылысы енді басталған, оны мәрмәрден қаптап, әсемдеу үшін қаржы жетіспеді. Менің ойымша, қаз қалпында қалдыру керек еді. Нашар болатындай ештеңке жоқ. Бұл уақыттың, тарихтың айқын бейнесі емес пе? Зато
это вот как бы живое свидетельство времени, истории, как оно было, как оно существовало. Қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген кезде вокзалдың ішкі жабдығын өзгертпеу туралы шешім қабылданды. Поникалық және Каринфтік ордерлермен безендірілген бағана капителдері сол күйінде қалды. Оларды тек бояп, уақыттың әсерінен күңгірттене бастаған алтынмен жарлатылған тұстары жаңартылды. Кеңестік дәуірдің ажырамас белгілері болған орақ пен балға да өзгеріске ұшыраған жоқ. Там вообще работал Вахик, вот скульптор. Я сама, к сожалению, не... Онда Вахик деген мүсінші жұмыс деген. Өкінішке орай менде толық ақпарат жоқ, алайда олардың бәрі репрессияға ұшырап қаза болғандарын білем. Вахикте ол чех мүсіншісі. Біздегі қасырақ қазіргі кітап үйіндегі барельефтер де соның қолынан шыққан. Ол сол кездегі ең жақсы суретші мүсінші болған. Рельефы сделаны, то есть художник, скульптор, хороший по тем временам. Қазіргі кезде Алматы 2 вокзалы жергілікті маңызы бар ескерткіштер тізіміне енгізілген. Мұнда әлі де өмір қайнап жатыр. Күнделікті 4 шойын жолмен пойыздар көрші республикалар Ресейге, Қытайға, Қырғызстан мен Өзбекстанға қарай зулай жөнеледі. Соңғы жылдары жолаушылар легі күніне 8.000 адамға дейін жеткен. Заманауи талаптар ескеріліп, вокзал технологиялық тұрғыдан жаңғыртылған. Биылғы жылдан бастап антитеррористік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тексеру тәртібінің тұжырымдамасын енгіздік. Сонымен қатар жолаушыларға көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру үшін жалға алушыларды іріктейтін жаңа концепцияны іске қостық. Барлық сауда нүктелерін жаңартып жатырмыз. Ойын бөлмесі мен мүгедек адамдарға арналған бөлек бөлме ашылды. Отдельная комната для инвалидов. 2017 жылдың 1 маусымынан бастап еліміздің вокзал сәулеті тағы бір жаңа ғимаратпен. Жалпы ауданы 126 мың шаршы метрді құрайтын елордалық Нұрлы жол кешенімен толықты. Бірінші кезекте біздің вокзал көлемімен ерекшеленеді. Оның негізгі корпусының ұзындығы 630 метр. Еуропада да мұндай алып ғимарат жоқ. Кеңестік үкімет дәуіріндегі сәулет өнерінде де болған емес. Вокзалдың ішінде қақ ортасында үлкен алаң бар. Әдетте мұндай нысандарда осындай ерекше шешім пайдаланбайды. Сондықтан құрылыс кезінде белгілі бір үлгілерді негізге алдық деп айта алмаймын. Ғимаратты жобалаумен құрамына Түркия, Ұлыбритания мен Германия елдерінің мамандары кірген халықаралық сарапшылар тобы айналысты. Олар бірлесіп, темір жолдардың үстінде конкурста орналасқан Қазақстандағы алғашқы вокзалды тұрғызды. Қарапайым тілмен айтсақ, жолаушыларға пойызға отыру үшін ғимараттан шығудың қажеті жоқ. Вокзалдың дәл ішіне 6 отырғызу, жөнелту жолдары кіріктірілген. Олардың әр қайсысына бөлек шығу есігі қарастырылған. Өз кезегінде бұл вокзалға күнделікті 35 мың адамға қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Біздің Нұрлы жол вокзалына қазіргі кезде 48 пойыз қабылдап жөнелтіп жатырмыз. Оның ішінде егер алып қарайтын болсақ, оның 70%-ында бізде тальга пойыздары, яғни жүрдек пойыздар. Және де бізде стандартный пойыздар да бар, яғни стандарттық бағдарда жүретін. Ал және де қала маңына тасымалдайтын жүрдек электропойыздар бар. Бұл біздің перронның панорамалық көрінісі, ол жолаушыларымыздың сүйікті жерлерінің бірі. Ішкі кеңістікті ұйымдастыру жағын алып қарасақ, вокзал әуежайға өте ұқсас жасалған. Көп қабатты залдар төбенің биік болғаны соншама, оның күмбезінің астында жасырынған айқасқан баспалдақтар мен эскалаторларды ажырату мүмкін емес. Состоит из 105 тысяч квадратных метров. Это 6-этажное здание. На первом-втором этаже. Вокзал 6 қабатта. Бірінші және екінші қабаттарда жабық көлік тұрағы. Үшінші қабатта перрон орналасқан. Ал 4-ші қабатта кассалар, күту залы мен дүкендер бар. 5-ші қабатта жүрек жалғап алсаңыз болады. Асықпай отырып тамақтанып, әңгімелесуге барлық жағдай жасалған. Кеңселер мен қонақ үй 6-ші қабатта. Сонымен қатар далада 500 автокөлікті еркін сыйғыза алатын көлік тұрағы бар. Также есть на улице парковка в количестве 500 машиномест.
Егер дизайн мен декоративті зер туралы айтсақ, өте қарапайым безендірілген. Ашық түстерге басымдық берілген. Сондай-ақ сұр, жасыл және көгілдір түстер қолданылған. Кейбір қабырғалар толығымен шыныдан жасалғандықтан кеңістікті ұлғайта түскендей. Astana Tren Garı binası da genel olarak cephe kısmı camdan oluşmakta. Ғимараттың алдыңғы жағы шыныдан жасалғанын ескерсек, ол қасбет әрлеу үшін қолданылған негізгі материал болды. Ішкі жабдықта түрлі материалдар қолдануға мүмкіндік болды. Мысалы, металл, жабындылар мен табиғи тас. Атап айтсақ, базальтты жиі пайдаландық. Оны әсіресе қазақтың ұлттық нақышта жасалған элементтерінде қолдандық. Сонымен қатар қанатшалар мен бөлмелерді бөліп тұратын қабырғалардың басым бөлігі шыныдан жасалды. Мұнда екі қоянды бір оқпен атып алдық десек те болады. Біріншіден заманауи стильді ұстандық. Екіншіден адамдар өздерін жайлы сезіну үшін бөлмелерді жылумен және жарықпен қамту үшін таптырмас шешім болды. Hem de aynı zamanda içeriye canlı insanların huzurla ve mutlulukla, güvenle oturacağı ortamları sağlamak amacıyla çok farklı renklerde ortamlar kullanıldı. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі жағынан жаңа вокзал әлемдік стандарттарға сай келеді. Жолаушыларды тексеру үшін 16 өту бекеті қарастырылған. Вокзал аумағында болып жатқанның барлығы осы мезеттегі режимде диспетчерлік орталықпен бақыланады. На вокзале установлен новый... Вокзалда жаңа бейне бақылау жүйесі бар. Барлығы 493 камера орнатылған. По периметру. Жедел іс-әрекет жасау үшін басқару орталығында 4 диспетчер отырады. Вокзалдың сәулетшілері мен жобалаушылары жолаушылар жайлығын бірінші кезекке қойған сыңайлы. Олар үшін ыңғайлы жиһазы бар күту залдары, көптеген сауда нүктелері мен электронды құрылғыларды тегін қуаттап алу үшін арналған орындар қарастырылған. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де жаңа вокзал өте жайлы болары сөзсіз. Ekipmanlar olsun. Мұнда ерекше еден төсенішінен бастап, жедел сатыларға дейін бәрі мұқият ойластырылған. Жанасу жолдары, Braille әліпбиінде жазылған ақпараттық тақта, арнайы кассалар бар. Сонымен қатар жолаушыларды бірден пойызға отырғызатын заманауи жабдықтар да орнатылған. Нұрлы жол вокзалының ашылуы Астанада өткен Экспо халықаралық көрмесіне орайластырылғаны жасырын емес. Бұл айтулы шараның жасыл трендтері құрылыс кезінде қолданылып, жобалау шешімдерінде көрініс тапты. Ғимаратта энергия үнемдегіш жедел сатылар мен эскалаторлар, қыс мезгілінде даладан кірген ауаны жылытып, жазда салқындататын топырақты жылу алмастырғыш орнатылған. Toprak altında ısıtıyor çünkü bir boru sistemi. Мәселен, шатыр конструкциясы жаңбыр суын жинайтындай етіп жасалған. Бұл суды өсімдіктерді суғаруға және басқа да техникалық қажеттіктерге жаратамыз. Binanın ısıtma ve soğutmasına ciddi bir... Елордалық вокзалдың қолданысқа берілгеніне көп уақыт болмаса да, әлемдік қауымдастық оның артықшылықтарына оң баға беріп үлгерді. Осы ретте жағымды пікірлермен тек саяхатшылар ғана емес, әлемнің атақты сәулетшілері де бөлісіп жатты. Tabanlıoğlu Astana Tren Garı binası ile iki ayrı... Нұрлы жол вокзалы екі сыйлыққа ұсынылды. Оның бірі Architectural Review Future Projects Awards. Онда біз 2016 жылы ең ірі қалалық жоба санаты бойынша жеңімпаз атандық. Екінші байқау World Architectural Festival. Бұл сәулет өнеріндегі Оскар десе де болады. Біздің жобамыз транспорт номинациясында ұсынылған, жүлдемен ораламыз деп үміттеніп отырмыз. Ve bu kısımda da binamız aday. 16 Kasım'da Berlin'de sonuçlar açıklanacak.
Бүгінде Қазақстанда барлығы 300 вокзал жұмыс істейді. Олардың көбісі Қазан төңкерісіне дейін салынған ескі ғимараттар да, заманауи кешендер де тек көлік нысаны ғана емес, сәулет өнерінің нағыз жауһары болып табылады. Олар әр кезеңде өмір сүрген, көзқарасы әртүрлі адамдардың әсемдік пен жайлылық туралы түсінігінің көрінісі десек, артық айтпаймыз. Және осымен де келешек ұрпақ үшін құнды болары анық.